Сәлеметсіңдер ме, бірінші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге математика оқулығының 127 сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. 127 сабақ есептер шығару. Бірінші есеп. Сен шахмат фигураларының атауын білесің бе? Фигуралардың әр түрінің санын анықта. Bir түсті фигуралар саны туралы диаграмма құрастыр дейді. Диаграмма құрастырамыз. Диаграмма дегеніміз ол санын дөңгелек түрінде ұсыну тәсілі, яғни ақпаратты баған. Бірінші сарбаз, пешка, яғни санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, яғни 8-ге дейін бояймыз. Екінші қайық. Қайық ол қарада да ақта да екеуден, яғни екі қатарды бояймыз. Үшіншісі ат. Ат екі, онда санаймыз екеу, яғни екі бағанды бояймыз. Піл, яғни слон, одан да екеу, онда екі баған бояймыз. Патша біреуді бояймыз. Уәзір біреуін бояймыз. Осылай диаграмма сызамыз. Екінші есеп. Сенің қорабыңда ақ және қара түсті дойбылар бар. Қарамай тұрып екі дойбыны алуың қажет. Алынған дойбылар қандай түсті болуы мүмкін? Бірінші нұсқасы ақ қараны алуымыз мүмкін. Екіншісі қара қарадан алуымыз мүмкін. Үшіншісі екі ақтан алуымыз мүмкін. Үшінші есеп. 4 топтың кез келген екеуін таңда. Сенде қандай нұсқалар шығуы мүмкін? Мына суретте артық нұсқалар бар ма дейді. Яғни бірінші қызыл мен көк, қызыл мен жасылды сәйкестендіруге болады, қызыл мен сарыны сәйкестендіреміз. Төртінші көк пен сарыны, көк пен жасылды, көк пен қызылды. Жетінші жасыл мен көкті, жасыл мен қызылды, жасыл мен сарыны сәйкестендіруге болады. Төртінші есеп. Есептерге өрнектер жаз. Асы. Сырымда 100 теңге болды. Ол қалам сатып алғаннан кейін оның 40 теңгесі қалды. Ол қанша ақша жұмсады? Яғни шартын құрамыз. Болды 100 теңге, қалды 40 теңге, жұмсады белгісіз. Шешуі. 100-ден 40 аламыз, тең 60. Жауабы 60 теңге жұмсады. Әсі. Залда 18 бала бар, оның 7-еуі қыз. Залда қанша ұл бар? Шартын құрамыз. Болды 18 бала, қыз 7-еу, ұл белгісіз. Шешуі. 18-ден 7-ні аламыз. Яғни қыз бен ұлдың санынан қыздың санын алып тастасақ, ұлдың саны шығады. Яғни 11. Жауабы 11 ұл бар. Бысы. Алдымен 12 бала. Содан кейін 5 бала. Барлығы белгісіз. Шешуі. 12-ге 5-ті қосамыз, тең 17. Жауабы 17 бала шықты. Бесінші есеп. Әрбір гантельдің массасы қанша екенін анықта дейді. Яғни бұл жерде суретке қараймыз. 10 кг мен 10 кг тең болып тұр. Ол гантельдің салмағын табу үшін біз нақты заттарды бір-біріне қосамыз. Яғни 2-ге 1-ді, оған 5-ті қоссақ 8 шығады. Оны 10-нан алып тастаймыз. Сонда тең 2 шығады. Яғни екі жақтың салмағы тең. Сол үшін 10-нан алдық. Жауабы гантельдің салмағы 2 килограмм. Екінші суретте. Бұл жерде де сондай 10 кг мен 10 кг теңесіп тұр. Яғни 3-ке 3-ті қосамыз, тең 6. Оны 10-нан алып тастаймыз, 4 қалады. Яғни жауабы гантельдің салмағы 4 килограмм.